Аталмыш оқиға жергілікті полиция қызметкерлерінің темір чемоданның ішінен жас кәріс қызының мәйітін тауып алғанымен басталады. Бұл табылған мәйіт зорланған, скотчталған және умаждалып жәшікке салынған. Көп ұзамай шулы бұл қылмыстық іс үлкен тергеуге ұласты. Ал сол тергеу Англиядағы ең қатыгез қылмыскердің бірінің ұсталуына алып келді. Жапа шегушілер сол баяғы білім алам деп келген жап-жас студент қыздар. Бірі 21 жаста болса, ал біреуі 22 жаста. Джекстрон Ким Кью-со оңтүстік Кореяда дүниеге келген. Оның өткен өмірі туралы көп нәрсе белгісіз. Белгілі болғаны 2000 жылдың қыркүйегінде ажырасумен аяқталған некеден кейін ол Кореядан Лондонға аттанған. Мақсаты ағылшын тілін үйрену еді. Алайда 2001 жылдың қазанында Ким оқуын тастап, ақша табудың басқа жолын таңдады. Ол 2 пәтерді жалға берумен айналыса бастады. Біріншісі Холборнға жақын Игл көшесінде орналасқан. Холборн деген Лондонның адвокаттар шоғырланған ауданымен танымал. Екіншісі Поплар ауданындағы Огаста көшесіндегі үй болатын. Ким өз кәсібін дамыту үшін Крыша KZ деген сияқты интернеттегі сайттардың біріне пәтерлерін жалға беретіні туралы хабарландыру орналастырады. Оның клиенттерінің басым бөлігі Лондонға келген студенттер еді. Олардың арасында Ким сияқты оңтүстік Кореядан келгендер де көп болатын. Соның ішінде студент қыз ең әлсіз әрі ең оңай олжа екені белгілі болады. Ол кезде Кимнің Марика Ишимура есімді төсектесі бар еді. Жапон ұлтынан шыққан қыз шаштараз болып жұмыс істейтін. Екеуі Игл көшесіндегі пәтердің негізгі жатын бөлмесінде бірге тұрды. Ал екінші бөлмеде Ким жалға берген 2 кәріс қызы тұратын. Кимді білетін адамдардың көпшілігі оны өте сыпайы, мейірімді әрі кез келген адамға көмектесуге дайын Green Flag жігіт ретінде сипаттайтын. Ол үнемі күлімсіреп жүретін. Адамдарға тез ұнайтын, әсіресе жас қыздардың көңілін тауып, назарын оңай аударатын. Ким өзін бай отбасынан шыққан адам ретінде көрсете алған. Айналасындағылар оның ақшадан қиналмайтынына, бай әрі жақсы өмір сүріп жатқанына сенетін. Бірақ шын мәнінде бәрі мүлде басқаша еді. Кимнің қаржылай жағдайы өте төмен еді. Оның қарызы өте көп, ал банктегі барлық кредиттік шоттары жабылған. Оған қоса Ким мен Марика есірткі заттарын жиі қолданатын. 2001 жылдың қазан айына қарай олардың қарым-қатынасы бұзылып, төсектесі Марика пәтерде бұрынғыдай көп уақыт өткізбейтін болды. Дәл осы кезеңде қатыгез Ким жас студент Джин Хё Джон есімді пәтерін жалдап алған қызбен танысты. Джин Лондонға 2001 жылдың 24 қазаны сәрсенбі күні келді. Ал 27 қазанда Францияға қайта ұшуы тиіс еді. Ол Кимді интернеттегі хабарландыру арқылы тауып, одан бөлме жалдауға келіскен. Бірақ қыздың жоспары ең қорқынышты жолмен өзгерді. 26 қазанға қараған түні Францияға қайтуына бір күн қалғанда 21 жастағы Джин Кимнің азғынды жоспарына ұшырады. Сол түні нақты не болғаны толық анықталған жоқ, бірақ белгілі болғаны екеуі жалғыз қалған кезде Ким Джинді қатыгездікпен зорлап, қиналмай өлтіре салды. Ол қыздың бетін скотчпен орап, тұншықтырып азаптаған. Сонымен қатар оның қолдарын байлап, ойына келгенді істеген. Бірақ онымен бәрі біткен жоқ. Ким Джинге шабуыл жасамас бұрын қорқытып, одан банк карталарының құпия кодтарын айтқызған. Содан кейін өлі қызды умаждап, адам құрлы көрмей, темір чемоданның ішіне салып, оны негізгі жатын бөлмедегі шкафқа жасырды. Ким мәйітті сол жерде 5 күн бойы ұстап отырды. Сол жұма күні пәтердегі басқа тұрғындар қайтып келіп, Джиннің қайда екенін сұрағанда, Ким оларға қыздың Францияға бір күн ертерек қайтып кеткенін айтты. Тіпті оны вокзалға өзі апарып салғанын да жеткізді. Көрермен, сізге өтініш, арнаға тіркеле салыңызшы және осы бейнеге де тегін лайк баса кетіңіз. Мен Oppo A17 деген телефонмен осы бейнені жасадым. Егер қаржылай қолдау білдірем деушілер болса, алдын ала үлкен рахметімді айтамын. Бейнелерді барынша сапалы істеуге тырысамын. Ким осы әңгімені Джиннің достары мен туыстарына да айтты, бірақ олар қыз үшін қатты алаңдай бастады. 27 қазанда Ким Джиннің 2 банк картасын алып, оның шоттарындағы ақшаны шешуге кірісті. Алдымен ол Кореяның Кукмин банкіне тиесілі картаны пайдаланып көрді. Бұл отбасылық есеп-шот болатын, бірақ алғашқы әрекеті сәтсіз аяқталды, себебі Ким пин-кодты қате енгізді. Бірнеше күннен кейін ол тағы бір рет әрекет жасап, бұл жолы 1990 фунт стерлингті шешіп алды.
Осылайша Джиннің бүкіл ақшасын иемденді. Кейін Ким француз банкіне тиесілі екінші картаға көшті. Ол бұл картаны жас Корей қызына беріп, Парижге барып мүмкіндігінше көп ақша шешіп келуді тапсырды. Ким оған карта өзінің сүйіктісі Марикаға тиесілі екенін айтты. Бұл жерде Кимнің тағы бір ойы болған. Ол ақшаны ғана иемденгісі келген жоқ. Сонымен қатар Джин Парижге кетіп қалды деген жалған нұсқаны күшейтіп, полицияны басқа жаққа бағыттағысы келді. 31 қазан сәрсенбі күні кешке Ким Джиннің денесі салынған чемоданды алып, жалға алған көлігінің жүк салғышына салды. Содан кейін ол 4 сағатқа жуық жол жүріп, солтүстік Йоркширдегі Аски ауылына жетті. Ол чемоданды ауылдық жолдың шетіне тастап, Лондонға қайта оралды. Ең қорқыныштысы, Ким содан кейін ештеңе болмағандай өмірін жалғастыра берді. 17-18 қараша аралығында Сон Ин Хё есімді жас Корей қызы Кимнің Огаста стриттегі үйіне көшіп келді. Басында ол негізгі жатын бөлмені құрбысымен бірге бөлісті. Бірақ 29 қарашада құрбысы Кореяға қайтып кеткеннен кейін Сон жалғыз қалды. Сонды білетін адамдар оны ашық мінезді, адамдармен тез тіл табысатын қыз ретінде сипаттайтын. Ол Лондонда білім алып жүрген. Үйде тұрған кезінде Ким екеуі жақын араласып кеткен. 2001 жылдың 3 желтоқсанында Ким Игл стриттегі пәтерде тұрған барлық жалға алушылардан үйді босатуды талап етті. Содан кейін өзі де Огаста стриттегі үйіне көшіп барды. Сол жерде Сон Ин Хё тұрып жатқан. Сонды соңғы рет 7 желтоқсанда тірі көрген. Сол күні ол Киммен бірге Корей мейрамханасында түскі ас ішкен. Ким соңға да Джинге жасаған әрекетін қайталады. Ол скотчтың көмегімен қыздың қолы мен аяғын байлап, аузына шұлық тығып, аузы мен мұрнын скотчпен жауып тастаған. Соның салдарынан 22 жастағы Сон тұншығып қайтыс болды. Ким тағы да жәбірленушінің банк деректерін біліп алды. Содан кейін оның денесін дуплекстің дәлізіндегі шкафқа жасырып, шкафты жауып тастады. Сонның денесі сол жерде бірнеше ай жатты. Сасып, шірігені де бар. Ал Ким оның таныстарына Сонның баспанамен қамтамасыз ететін қонақ үйге жұмысқа орналасқанын айтып жүрді. Сонның банк картасын пайдаланып, Ким оның шотынан 240 фунт стерлинг шешіп алды. Сонымен қатар 13 желтоқсанға Торонтоға, Канадаға билет сатып алды. Кетер алдында ол Сонның корейлік банк картасына тағы ақша шешіп алды. Торонтоға барған соң Ким пәтер жалдап, бұрынғы кәсібін қайта бастады. Яғни бөлмелерді жалға беріп, дәл бұрынғы схемасымен ақша таба бастады. Ал бұл уақытта Джиннің жақындары оны іздеуді тоқтатпады. Қыздың ағасы оның жоғалғаны туралы ақпаратты жоғалған адамдарға арналған Корей сайтына жариялады. Бір күні бұл хабарландыруды Лондонда оқып жүрген Корей полиция қызметкері байқап қалды. Оның назарын бір нәрсе бірден аударды. 18 қарашада солтүстік Йоркширдің ауылдық жерінен азиялық әйелдің мәйіті салынған чемодан табылған болатын. Чемоданды жергілікті тұрғындар байқап қалған. Олар оны көтеруге тырысқан, бірақ тым ауыр болғандықтан полиция шақырған. Мәйітханада әйелдің бойы 150 сантиметрден сәл ғана асатыны анықталды. Оның басы мен аяқ қолдары ер адамдардың беттері бейнеленген ерекше көк түсті сәндік скотчпен оралған еді. Бұл қарапайым скотч емес болатын. Оны суретшілер Гилберт пен Джорджи жасаған. Ал мұндай скотч тек Тейт галереясында сатылатын. 2 қаңтар 2002 жылы Корей полиция қызметкерінің Йоркшир полициясының және оңтүстік Корей елшілігінің бірлескен жұмысының арқасында мәйіттің кім екені анықталды. Саусақ іздері арқылы оның Джин Хё Джон екені белгілі болды. Тергеу көп ұзамай детективтерді Игл көшесіндегі пәтерге алып келді. Полиция ол жерден дәл сондай сәндік скотчтың орамын және қан іздерін тапты. Сонымен қатар тағы бір жоғалған қыздың Сон Ин Хё екені анықталды. Ал 2 қыз тұрған пәтерлердің екеуінде бір адам басқарған. Ол Ким Кю Со еді. 17 қаңтар 2002 жылы полиция баспасөз мәслихатын өткізді. Сол күні кешке Ким Канададан Лондонға қысқа уақытқа оралды. Полиция оны интернет кафелердің бірінде ұстап алды. Оған Джин Хё Джонды өлтірді деген айып тағылды. Бірақ тергеу мұнымен аяқталған жоқ. 2002 жылдың 14 наурызында Огаста көшесіндегі үйде жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан Пол Ми есімді құрылысшы бір түрлі нәрсені байқап қалды. Жабық тұрған шкафтың ішінен бір топ шыбын ұшып шығып жатты. Келесі күні полиция шкафты ашып, ішінен Сон Ин Хёның мәйітін тапты.
Оның беті мен аяқ-қолдары да Тейт галереясында сатылатын дәл сол сәндік скотчпен оралған еді. 4 сәуірде Кимге екінші адам өлтіру бойынша да айып тағылды. Сот отырыстарында Ким екі қызды қасақана өлтіргенін мойындамады. Ол сонның өлімі эротикалық ойын кезінде кездейсоқ болғанын айтып ақталуға тырысты. Бірақ сот оның бұл нұсқасына сенбеді. Прокурор Кимнің негізгі мақсаты ақша болғанын атап өтті. Оның қарызы өте көп еді. Сонымен қатар іс барысында оның қатыгездікке бейімділігі де көрсетілді. Сотта Кимнің бұрынғы сүйіктісі Марика да куәлік берді. Ол мәйіттерден табылған ерекше скотчтың өзіне тиесілі болғанын растады. 2003 жылдың 25 наурызында Ким Кью-со 2 жас студентті өлтіргені үшін кінәлі деп танылды. Сот оны қатарынан 2 өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Бұл жолы қыздар бірнеше $1 үшін өмірлерімен қоштасты. Білім аламын деп келген ақылды 2 студент қыздың өмірі осылай сөне салды. Бұндай жағдайлар Қазақстанда да жоқ емес. Бірақ бұл келесі видео. Қара із арнасына тіркеліп, деректі бейнеге лайк басып қолдап кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше.